Қостанай облысы Рудный қаласының Бейімбет Майлин атындағы номер 7 мектеп-гимназиясының тарих пән мұғалімі Исмагулова Айдана Төленбай қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттау, экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау, капитал, буржуазия, жұмысшы табы, пролетариат ұғымдарын тарихи оқиғаны жан-жақты түсіндіру үшін қолдану, бағалау критерийлері, Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттайды, экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды, революцияның салдарын түсіндіру үшін капитал, буржуазия, жұмысшы тап, пролетариат ұғымдарын пайдаланады. Ұлы француз революциясы, француз төңкерісі 1789-1794 жылдары Франциядағы феодалдық абсолюттік құрылысқа ауыр соққы беріп, капитализмнің дамуына жол ашқан буржуазиялық демократиялық көтеріліс. 18 ғасырдың соңында Францияда жаңадан қалыптасып келе жатқан өндіргіш күштер мен ескі феодалдық өндірістік қатынастардың арасындағы қайшылықтар шиеленісе түсті. Елдің экономикалық жағдайын, мемлекеттік қазынаның сарқыла бастауы, сауда өнеркәсіптік дағдарыс, құрғақшылық әрі қарай ауырлатып, 1788-1789 жылы аса қиын ахуал қалыптасты. Оның алдын алу мақсатымен король Людовик 16 1789 жылы 5 мамырда Версальда бас штаттарды шақырды. 1789 жылы 14 шілдедегі Бастилияға тікелей шабуыл жасау француз революциясының бастамасы болды. Феодалды абсолюттік құрылысқа қарсы күресте буржуазия, шаруалар мен қала кедейлері бірігіп кетті. Бұл бірлік 1789 жылы 26 тамызда құрылтай жиналысы қабылдаған адам және азамат құқықтарының декларациясынан көрініс тапты. Онда ұлт жоғары өкімет билігінің қайнар көзі ретінде жарияланды. Адамдар ерікті және құқығы жағынан тең болып қала берілді делінді. Сөйтіп, феодалды артықшылықтар мен үстемдіктерге соққы берілді. Сөз, баспасөз, дін ұстау, жиналыс бостандықтары жарияланды. Жеке меншік мызғымас және қасиетті құқық ретінде танылды. Негізгі саяси құқықтар алдымен салық төлеушілерге берілді. Француз революциясының бірінші кезеңінде, яғни 1789 жылдың 14 шілдесі мен 1792 жылы 13 тамыз аралығы билік ірі буржуазия мен филиандар деп аталған либерал ақсүйектерге тиісті болды. Негізінен буржуазия өкілдерінен тұратын астаналық әкімшілік құрылды. Ол Париж коммунасы деп аталды. Оның басшылығымен 1792 жылы 10 тамызда көтеріліске шыққан халық жеңіске жетіп, король тақтан түсірілді. Ұлттық конвентке сайлау белгіленді. Француз революциясының екінші кезеңінде, яғни 1792 жылдың 10 тамызы мен 1793 жылдың 2 маусым аралығы саяси билік құрылтай жиналысының орнына сайланған заң шығару жиналысына көшті. Ол жиналыста Жиронда департаментінен шыққан депутаттар үстем түсіп, ұлттық конвентте көпшілік орынды иемденді. 1792 жылы 22 қыркүйекте конвент Францияны республика деп жариялады. Конвент залындағы жоғарғы органдарға
революцияны соңына дейін жеткізуді мақсат еткен депутаттар отырды. Бұл топ тау деп аталды. Оны Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат, Жорж-Жак Дантон басқарды. Тау якобиншілер клубында басымдыққа ие болып, жерондистерді клубтан шығарды да Париж коммунасындағы жетекші күшке айналды. Таудың талабы бойынша 1793 жылы 21 қаңтарда Людовик 16 корольдің басы кесілді. Революцияның онан әрі жалғасуын тоқтатып, халықты бейбіт еңбекке жұмылдырмақ болған жерондистердің әрекеті 1793 жылы 31 мамыр мен 2 маусым аралығындағы халық көтерілісіне әкеліп соқты. Оның нәтижесінде якобиншілер диктатурасы орнады. Француз революциясының соңғы 3 кезеңі, яғни 1793 жылдың 2 маусымы мен 1794 жылдың 28 шілдесі болды. Билікке ие болған топ басқа әлеуметтік топтардың талап тілектері мен мүддесін ескермей, тек өз мақсаттарын жүзеге асыруға тырысты. Бұл әрекет әділеттілік, ерік, бостандық, теңдік ұғымдарымен сыйыспады. 1793 жылы жазда бүкіл өкімет билігі Максимилиан Робеспьер басқарған қоғамдық құтқару комитетіне көшті. Өкіметке наразылық білдірушілерді жазалау үшін жалпы қауіпсіздік комитеті құрылды. Сауда жасау еркіндігіне шек келтіріліп, өз бетімен сауда жасаушылар алып сатарлар ретінде айыпталды. Революцияның қас жауы деп есептелген корольдің әйелі Мария Антуанетта өлтіріліп, елде революциялық лаңкестік жүргізілді. Ашынған шаруалар мен жұмысшылар ақсүйектер мен байларды өлтіріп, байлықтарын өзара бөлісіп алуға кірісті. Бұл барып тұрған якобиншілер байлардан астықты күшпен тартып алуды, саудагерлерге қарсы лаңкестікті күшейтуді талап етті. Кедейлерді конвентке қарсы көтеріліс жасауға шақырды. Халықты арандатушылық әрекеттерге итермелеген үшін қоғамдық құтқару комитеті нағыз якобиншілердің басшыларын соттап өлім жазасына кесті. Бұл якобин диктатурасының халық бұқарасы алдындағы беделінің түсуіне себеп болды. Қоғамды өндіріске, бейбіт еңбекке жұмылдырудың жолдарын көрсете алмаған якобиншілер енді конвенттегі самарқаулар деп аталған жаңа буржуазия өкілдеріне қарсы күрес жүргізді. Самарқаулар лаңкестікті бәсеңдетуді, революциялық диктатура тәртібін тоқтатуды, Англиямен тез арада бітім жасауды талап етті. Олардың басшылары да сатқын деп айыпталып, 1794 жылы сәуірде өлтірілді. Бірақ якобиншілердің саяси беделі нығаюдың орнына керісінше әлсіреп кетті. 1794 жылы 9 термидорда самарқаулар мен оларды жақтаушылар жеңіске жетіп, Максимилиан Робеспьер бастаған барып тұрған якобиншілердің 22 басшысы өлтірілді. Тез әрі оңай жолмен тартып алып бөліп беруге бейімделген диктатура халықты өндірісті ұйымдастыруға, жаңа құндылықтар жасауға жұмылдыра алмай, экономикалық процестердің дамуына кедергі келтіргендіктен құлады. Дегенмен, француз революциясы Францияда капиталистік қатынастардың дамуына жол ашты. Ал енді оқушылар, сіздерге бүгінгі жаңа тақырып бойынша бірінші тапсырма суреттер сөйлейді тапсырмасы. Бұл жерде сіздерге суреттер берілген, қандай сурет екенін анықтап көрейік. Жақсы оқушылар, енді тексерейік. Яғни бірінші сурет король Людовик 16-шы. Жарайсыңдар. Екінші сурет конвент отырысы. Өте жақсы. Жақсы, Максимилиан
Робеспьер. Ал енді оқушылар, сіздерге келесі тапсырма, сәйкестендіру тапсырмасы. Сіздерге берілген дескриптор француз революциясы оқиғаларын сәйкестендіру. Бірінші, 1614 жыл. Жарайсыңдар. Баш штаттардың шақырылуы. 1789 жылы 5 мамыр. Өте жақсы. Баш штаттар ұлттық жиналысқа айналуы. 1789 жыл 9 шілде. Өте жақсы. Париждегі көтеріліс Бастилияны басып алуы. 1789 жыл. Жарайсыңдар. Абсолютизмді жою, конституциялық монархияның құрылуы. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау негізінде сіздерге тапсырма адасқан әріптер тапсырмасы. Бұл жерде сіздерге әріптер орындары ауысып берілген, осы әріптерді тиісті орнына қойып сөз құрастыру. Олай болса, кәнекей сөздерді анықтап көрейік. Яғни, бірінші сөз бізде революция. Яғни, бетбұрыс, төңкеріс деген мағынаны білдіреді. Жарайсыңдар. Келесі. Буржуазия. Яғни, елде капиталдың едәуір бөлігін иемденген әлеуметтік топ. Өте жақсы. Келесі. Якобинші. 18 ғасырдың аяғындағы француз буржуазиялық революциясы кезеңіндегі революциялық демократиялық саяси партиялардың бірі. Өте жақсы, жарайсыңдар, оқушылар. Ал енді оқушылар, сіздерге келесі сабаққа берілетін оқу тапсырмасы адам және азамат құқығы декларациясы мен революцияның девизінің байланыстылығы қандай халықтың еркіндігін, теңдігін бергендігін анықтаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сіздерге ұсынылып отырған шеберлік сыныбындағы тақырыбым 1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды. Мен өз сабағымда суреттер сөйлейді, адасқан әріптер, сәйкестендіру тапсырмаларын оқушыларға орындату негізінде оқу мақсатына жете алдым. Оқу мақсатында Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттауда, оқушылардың өздігінен оқып, негізгі түйінді ойды анықтай алу дағдысы, экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтауда, оқушыларда ойлау белсенділігінің арту дағдысы қалыптасты. Мен сабағымда түрлі әдістерді пайдалануым сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады. Оқушылардың әрқайсысының деңгейін анықтай аласың. Осыған сәйкес оқушының жан-жақты қабілетін дамыту бүгінгі күннің талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда, оқу тәрбиесін ұйымдастырудың түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияны тиімді пайдаланудың маңызы зор.